Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгін қазіргі қазақ тілі және қазақ тілін оқыту әдістемесінен кезекті сабағымызды бастаймыз. Сабақ беру үйреншікті жай шеберлік емес, ол үнемі жаңадан жаңаны табатын өнер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есімше оның түрлері, жасалуы және синтаксистік қызметі. Сабағымыздың мақсаты етістіктің грамматикалық категорияларының бірі есімше, оның түрлері, жасалу жолдары және түрленуі, синтаксистік қызметі, етістік пен сын есімнің арасындағы аралық категория екендігі туралы жаңа мағлұмат беру. Есімше категориясы етістіктің грамматикалық категорияларының ішіндегі ең көлемдісі әрі сыры алуан күрделісі. Есімше етістік пен сын есімнің арасындағы аралық категория деп те аталады. Есімшенің жасалу жолдарына келсек, есімше етістіктерге де, есім сөздерге де жақын категория екендігін байқауға болады. Есімшелердің етістікке жақын белгілеріне тоқталсақ, біріншіден, септік жалғауларындағы сөзді салт және сабақты етістік ретінде меңгеруі себеп болады. Мысалы, кітапты алған, қаламды берер. Екінші, жақ формаларын қабылдайды. Мысалы, келген қонақ, барар, айтатын, көрмек. Үшінші белгісі есімше мағынасы жағынан болымды және болымсыз болып бөлінеді. Мысалы, көрмес, білмес деген мысалдар арқылы көруге болады. Есімшенің есімдерге жақындығы мен өзгешелігіне тоқталсақ, біріншіден, есімшелер есімдер секілді түрленеді. Яғни, көптеледі, тәуелденеді, септеледі, жіктеледі. Екінші бір оның жақындығы есімше сын есімдердің ішінде сын есімдерге өте жақын. Оның бойында грамматикалық сындық мағына бар. Мысалы, баратын кісі, көгерген шөп деген мысалдарда сындық мағынаға ие болып тұр. Сын есімнің жасалу жолдарына тоқталсақ, мынадай жұрнақтар арқылы жасалады. Ғанген, қанткен, ғанген. Осы жұрнақтар арқылы жасалған есімше өткен шақтық мағынада қолданылады. Екінші, ар, ер, ір, с жұрнағы арқылы жасалған есімшелер келер шақтық мағынаны білдіреді. Ш, барушы, келуші, сөйлеуші деген мысалдар осы шақтық есімшені білдіреді. Сонымен қатар атын, етін, итін, итін, ушы жұрнақтары арқылы жасалған есімшелер, мысалы, баратын, келетін, орындайтын, сөйлейтін, барушы, келуші деген мысалға дағдылы шақта беріледі. Мақсатты мағынада қолданылатын есімшелер мақмек, бақпек, пақпек жұрнақтар арқылы жасалады. Мысалы, бармақ, келмек, жазбақ, үзбек, айтпақ, кетпек деп. Есімшенің етістіктерге жақындығы болымсыз етістік, болымды болымсыз мағынада қолданылуы деп жаңа айтып өткендей, болымсыз мағынадағы есімшелер қалай жасалады екен? Яғни, түбір етістікке с жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Мысалы, келмес, түсінбес,
болымсыз мағына беру үшін емес, жоқ сөздері арқылы тіркесте келеді. Келген, жоқ, баратын емес. Есімшенің түрленуіне тоқталсақ, есімше көптеледі, септеледі, жіктеледі және тәуелденеді. Бір сөзбен айтқанда, барлық жалғауларды қабылдайды екен. Есімшенің тәуелденуі бірінші жақта. Менің барғаным, сенің барғаның, сіздің барғаныңыз, оның барғаны, біздің барғанымыз, сендердің барғандарың, сіздердің барғандарыңыз, олардың барғандары. Есімшенің жіктелуіне келсек, етістіктер секілді, немесе есім сөздер сияқты үш жақта жекеше және көпшілік түрде жіктеледі. Мысалы, мен барғанмын, сен барғансың, сіз барғансыз, ол барған, біз барғанбыз, сендер барғансыңдар, сіздер барғансыздар, олар барған. Үшінші жақта жіктік жалғауы жоқ. Сонымен қатар есімше септеледі. Мысалы, атау септігінде барған, ілік септігі, барғанның, барғанға, бар септігінде, табыс септігі, барғанды, жатыс септігі, барғанда, шығыс септігі, барғаннан, көмектес септігі, барғанмен. Келесі қарастыратынымыз есімшенің сөйлемдегі қызметі. Есімше, жаңа айтып өткендей, барлық сөйлем мүшесінің қызметін атқара алады. Мысалы, бастауыш. Есімше атау септікте тұрып бастауыш болады. Мысалы, оқыған білімді болады. Кім оқыған? Бұл жерде есімше заттық мағынада атау септігінде тұр. Көрмес, түйені көрмес. Кім? Көрмес. Баяндауыштық қызметі. Есімше жіктеліп келіп баяндауыш болады. Адал кісі арымас. Мен қалаға ертең бармақпын. Бұл жерде баяндауыш арымас, бармақпын. Келесі есімше сонымен қатар толықтауыштың да қызметін атқарады. Егер атау мен ілік септігінен басқа септіктер тұлғасында заттанып қолданылса, толықтауыш болады. Оны атарға оқ таппады. Бұл жерде атарға бар септігінде тұр. Олар жазғандарын әкесіне көрсетті. Нелерін? Жазғандарын. Есімше көптеліп, тәуелдік жалғау, тәуелденіп барып, табыс септігінің жалғауында тұрып толықтауыш қызметін атқарды. Анықтауыштың қызметінде егер есімше зат есіммен тіркесіп, ілік септігінде тұрып анықтауыш болады. Болатын бала бесігінде бұлқынар. Қандай бала? Болатын бала. Айтар сөзіңді айтып қал. Қандай сөзіңді? Айтар сөзіңді. Сонымен пысықтауыштық қызметін қарастырсақ, есімше барыс, табыс, жатыс, шығыс көмектес септіктерінде келіп, көмекші есіммен, септеулік шылаулармен тіркесіп пысықтауыш болады. Мен оны көргенде таң қалдым. Мен ол айтқаннан кейін келдім десек. Қашан келдім? Айтқаннан кейін. Бұл жерде мезгіл пысықтауыш қызметін атқарып тұр. Сонымен